саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың лексикалық тақырыбы өнер туындылары және қолданбалы өнер. Ал грамматикалық тақырыбы сын есімнің шырайлары. Сабағымыздың негізгі мақсаты қолданбалы өнер туралы түсінік бере отырып, сын есімнің шырайлары туралы ұғындыру. Өнер туындылары деген не? Өнер туындылары бұл көркем образдар жүйесі арқылы адамның дүниетанымын, ішкі сезімін, оны қоршаған ортада болған құбылыстарды бейнелейтін қоғамдық сана мен адамның дүниетанымының формасы бейнесі. Қазақ халқы өзінің күнкөріс тіршілігіне қажетті үй-жай салуды, киім-кешек тігуді, азық-түлік өндіруді өзінің тұрмыстық кәсібі етіп, оларды күнбе-күнгі тіршілік барысында орынды пайдаланса, әсем бұйымдар жасап, өмірде сән-салтанатты құра білді. Халықтың қолөнеріне әдет-ғұрып жабдықтарымен қатар аң аулауға, мал өсіруге және егіншілікке қажетті құрал-жабдықтар да кіреді. Киіз үйдің сүйегі, ағаш керует, кебеже, сандық жасап, кілем, сырмақ, алаша, ши, түрлі бау-бас қорлар тоқып, арқан, жіп есіп, күннен және елеулі теріден қайыс, таспа тіліп, өрім өріп, қолдан әр алуан ыдыс-аяқ, адалбақан, асадал, бесік және тағы да басқа көптеген заттарды халық шеберлері, өнерпаздар өздері қолдарымен жасады. Қазақтың қолөнерінің түрлері. Қазақ ою-өрнектері, жүн және одан жасалатын заттар, өрмек, кесте және көркемдеп тігу, зергерлік, сүйек пен мүйізді ұқсату, ағаш бұйымдары, тері өңдеу, ұқсату, ши орау. Қазақтың ұлттық бұйымдарының түрлері. Киіз, түс киіз, текемет, сырмақ, қоржын, алаша, аяққап, тұтқыш, ағаш бұйымдары, сандық, кебеже, адалбақан, зергерлік бұйымдар, сырға, білезік, сақина, бойтұмар. Жалпы қазақ халқы өнер өмірдің өзіңдей мәңгілік демекші, өнер өмірмен бірге ұштасып келеді. Төсеніш бұйымдары. Түс киіз бұл сәндік үшін өз төсектің тұсына ұстайтын үй жиһаздардың бірі. Оны жасау үшін нығыз басталған жұқа киіз таңдалып алынады. Түс киізді безендіріп, әшекейлеу үшін түсті барқыттар, жібек, шұға, тағы да басқа маталардан бетіне ою-өрнектер тігіледі. Текемет бұл бетіне түрлі түсті ою-өрнек басылған киіз. Оның бетіне жүнді бояп, ою-өрнек жасап, киіз басқан әдіспен басады. Сырмақ киізден сырып оюлап жасалған төсеніш. Екі түсті киізден оймаланған және үстіне матадан ою басқан тігістеріне жиек басып, сырып жасайды. Қоржын өрмек құрып тоқылатын бұйым. Ұзындығы 120 см, ені 50 см болады. Ердің артына бөктеріп, жүру үшін екі басты етіп жасалған қапшық. Аяқ-қап бұл ыдыс-аяқ салуға арналған қапшық. Ол көбінесе киізден жасалады. Ал алаша әртүрлі жүннен немесе түрлі түске боялған мақта мен жүннен тоқылған төсеніш. Алаша терме және қақпа алаша деп екіге бөлінеді. Төсеніш ретінде қолданылады. Тұтқыш. Ас пісіретін қазанды оттан көтеріп түсіргенде қолды күйдірмеу, қазанның күйесін қолға жұқтырмау үшін киізден жасалған екі қолғап. Оның ұзын етіп жасалған бауы болады. Енді ағаштан жасалған бұйымдарға тоқталсақ. Сандық киім-кешек тағы басқа заттарды салуға арналған ағаштан жасалған бұйым. Кебеже ағаштан жасалған әшекейлі сандық. Оған тамақ, ыдыс-аяқ салып сақтаған. Адалбақан төрде тұратын киім ретін өрнектелген ботақты не ботақтардың қолдан жасалған сырық. Үшінші зергерлік бұйымдар. Бұл білезік білекке салынған сәнді зат. Сырға әйелдердің құлаққа салынатын сәнді зат. Алтын күмістен асыл тастардан жасалған. Алқа, алтын, күміс, маржандармен әшекейленген омырауша, өңірше. Демек, қазақ халқының қолөнер бұйымдарының түрлері өте көп. Олардың шығу тарихы алуан түрлі. Міне, осындай өнеріміз өнер өмірдің өзіндей мәңгілік демекші, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, өмірмен бірге ұштасып жатыр. Зергерлік өте ерте заманнан келе жатқан өнер. Алтын, күміс, әшекейлі бұйымдарда жасаумен әуестенушілерді зергер деп атау бүкіл Орта Азия халықтарында ерте кезден-ақ қалыптасқан. Қазақ шеберлер зергерлік өнерін біліп, бірақ алтын күмісті өздері қорытып өндіре алмаған. Сондықтан оларды көрші орыс мемлекеттерінен сатып, айырбасқа алып отырған. Кесек күміспен алтын оңайлықпен табылмағандықтан ол кездегі қазақ зергерлері көбінесе алтын күміс ақшаларды қайта балқытып, немесе ол
сол күйінде пайдаланған. Ел арасында халық шеберлері түрлі көркем, нәзік істерді қарапайым әдіспен орындайды. Көбінесе білезік, өңіржиек, сақина, сырға, тіс шұқығыш, бұрын алтын күміспен өрнектеп жасалған, қалтаға салып жүретін. Қиықша, қоза, шолпы, алқа, қапсырма, сәукеле, түйреуіш, мық, ілгек, сағат, бау, үзбе, түйме, түйменің сабағы, бұрама, дөңбет, немесе деңбет, кемер, белдік, кісе сияқты адамның өз бойын әсемдейтін заттарды жасады. Ыдыс-аяқ, ағаш төсек, ер-тұрман, қару-жарақ, жазу жабдықтары, темекі салғыш, насыбай, шақша, опа, сауыт, домбыра, қобыз, сырнай және тағы да басқа алуан түрлі жиһаздарды әшекейлейді. Зергерлікті жұмыстың орындалу әдістеріне қарай техника жолмен преске, қалыпқа салып қысу, балқытқан металдарды арнаулы қалыптарға құю, бір металға екінші металдарды оюластырып жабыстыру, тұтас металдың бетін ою, сызу, өрнектеу, металдарға алтын, күміс жалату, металды қақтау, қуыстау, жұмырлау, домалақтау, шашақтау сияқты деп бірнеше түрге бөлінген. Ал енді осы бүгінгі сабағымызға байланысты жаңа сөздердің мағынасын ажыратыңыздар. Бір-бірімен сәйкестендіріңіздер. Сәйкестендіріп болсақ, мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: қазақ қолөнерін қалай бағалайсыз? Екінші сұрақ: зергерлік бұйымдарға не жатқызар едіңіз? Үшінші сұрақ: ағаштан жасалған бұйымдарға не жатады? Төртінші сұрақ: қазақтың тұрмыстық заттары неден жасалған? Бесінші сұрақ: қолөнершілердің арнайы білімдерінің болуы маңызды ма? Сын есімнің шырайлары. Заттың сыны мен сапасы үнемі бір дәрежеде бола бермейді. Мысалы, ақ, ақшыл, ақшылтым, ақтау, өте ақ, немесе көк, көкшіл, көкшілтім, көгілдір дегендерде ақ, көк түсінің әр түрлі дәрежеде қолданып тұр. Осы сияқты заттың сынының әркелкі дәрежеде болуын шырай деп атаймыз. Шырай деген сөздің мағынасы өң, түр, кейіп, көрік, ажар тағы басқаны білдіреді. Сонымен бір түрлі түр немесе түстің сан мен белгінің, иіс пен дәмнің әрқилы реңдерін шырай деп атайды. Мысалы, ақ, қара, қаралау, көкірек, сұп-сұр, жақсы, жаман, тәуір, жақсырақ, жаманырақ, тәп-тәуір, үлкен, кіші, ауыр, жеңіл, үлкенірек, кішірек, ауырырақ, жеңілірек және тағы да басқа. Сын есімнің 4 түрлі шырайы бар. Жай шырай, салыстырмалы шырай, күшейтпелі шырай, асырмалы шырай. Бірінші, заттың жай белгісі, түрін, түсін, сапасын, көлемін, салмағын, аумағын, иісін, дәмін көрсететін белгіні жай шырай деп атаймыз. Мысалы, биік, жақсы, ақылды, өнімді. Жасалу жолы ешбір қосымшасыз, түбір және туынды сын есімдердің өзінен жасалынады. Екіншісі салыстырмалы шырай. Бір заттың сындық белгісін екінші затпен салыстырғанда кем не артық екенін білдіретін шырайдың түрі. Жұрнақтары ырақ, ірек, рақ, рек. Екіншіден лау, леу, дау, деу, тау, теу. Үшіншіден қыл, ғыл, қылт, ғылт, ғылтым, тым, шыл, шіл, қай, ань, шылтым, шілтім, ғыш, ілдір, ша, ше, қай. Мысалы, ауырырақ, жақсырақ, кішірек, қызылдау, жылылау, кішілеу, ақшыл, көгілдір, бозаң, қоңырқай, ұзынша, сарғыш, қышқылтым. Ал күшейтпелі шырай белгілі бір сындық белгінің бір нәрседен өте артық не өте кем екенін білдіретін шырайдың түрі. Мысалы, сап-сары, жап-жапырақ. Жасалу жолы негізгі сын есімдердің алдынан күшейткіш буының қосарлануы арқылы жасалады. Төртінші, асырмалы шырай. Белгілі бір сындық белгінің бір нәрседен аса артық не аса кем екенін білдіретін шырайдың түрі. Мысалы, өте жарық, тым ауыр. Жасалу жолы сын есімнің алдынан күшейткіш үстеулердің тым, өте, ең, нағыз, орасан, кілең, аса тағы басқа тіркесіп келу арқылы жасалады. Ал енді тапсырма орындасақ, бірінші тапсырма: берілген сын есімдерден салыстырмалы шырай жаса. Бірінші тапсырманы орындап болғандар екінші тапсырмаға кезек берсе, сын есімдерге сұрақ қойып сөйлем құраңыз. Енді кластер әдісі арқылы қолөнердің түрлерін жазыңыздар. Үйге тапсырма: менің болашағым тақырыбында шығарма жазыңыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.